жақсы шықсын деп тілеймін. Мен де бірінші рет жасап көріп жатырмын. Результатын бірге көреміз бұйырса. Баршаңызға сәлем. Бүгін біздер финский блинер жасаймыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа керек. 4 жұмыртқаның үстіне қантымызды саламыз. Оның үстіне шым тұзымызды саламыз. Сосын оны жақсылап араластырып аламыз. Бұны қазір біз рулет ретінде жасайтын боламыз. Яғни кәдімгі құймақтарды біз сковородкада газда пісіретін болсақ, ал бұл финский блины бізде пеште пісетін болады. Міне осылай былғап алдық. Енді осының үстіне сүттің жартысын құямыз. Яғни бізде 400 мл сүт, соның жартысын ғана құйып, осылай былғап аламыз. Оның үстіне ұнымызды осылай салып жіберіп, жақсылап араластырып аламыз. Түйір болып қалмау керек. Міне түйір қалмастай етіп, жақсылап араластырып алдық. Енді үстіне қалған сүтімізді құйып, араластырып, оның үстіне 30 грамм осындай сары майымызды ерітілген үстіне салып жібереміз. Жақсылап араластырамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне осындай бізде масса дайын болды. Енді осына құямыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Жақсы шықсын деп тілеймін. Мен де бірінші рет жасап көріп жатырмын. Результатын бірге көреміз бұйырса. Міне енді осыны пешімізге жібереміз. 20-25 минутта пісіп шығады бұйырса. Тестамыз пісіп жатқан кезде кремін дайындап қоямыз. Ол үшін бізге осындай таза құрғақ ыдыс қажет, және де сливки, творожный сыр, сахарный пудраның барлығын миксермен жақсылап араластырамыз. Мен бұл жерде кремді көз мөлшерімен былай тек жасап жатырмын. Ешқандай граммдарды өлшеген жоқпын. Үйдегі бар сливкидің барлығын, творожный сырдың барлығын қосып жасап тастап жатырмын крем. Оның үстіне творожный сырымызды саламыз. Сахарный пудра. Және де кішкене сгущенка қосамын. Міне бізде осында қою крем шығу қажет. Дайын болды. Міне креміміз ақ болу қажет. Міне біздің финский блиніміз дайын болды. Осындай болып пісуі қажет. Жұмсақ міне. Енді осыны рулет қылып орайтын боламыз. Осындай кремді мана дайындап қойған болатынбыз. Соның ортасына жағып ораймыз. Сіздер тек сгущенкамен, қаймақпен жасасаңыздар да болады. Әркім өзіне қарай ыңғайлап жасаса болады. Немесе осы күйінде де жей беретін болсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Енді жақтық, енді осылай бисмиллахиррахманиррахим орап көрейік. Күшті болып бізде оралды. Осылай қалдырып бетін сахарный пудраны сүйіп шықсаңыздар да болады. Неше түрлі қылып әрлеу, ол өз еріктеріңізде. Мен қазір бетіне кремді жағып, сосын кокосовый стружканы сүйіп шыққым келіп тұр. Енді міне кокосовый стружкамызды үстіне осылай сүйіп шығамыз. Қалауларыңызша безендіре беріңіздер. Мен осылай үйдегі бар заттармен безендіріп шықтым.